Аға қараңыз, мынау сол бір суданка бір жерде егілген, ана жерде бойы бір қарыс, ана жерде міне 1 метрден астам. Вот тұз, жердің тұзы бұл тек қана бізде емес, бүкіл Қызылорда, Түркістан барлығында да осы проблема. Суармалы егістіктің Қазақстандағы негізі мынау егіс егетін, егін егетін жердің өзіңіз білесіз 40%-і суармалы егін ғой. Иә. Суармалы егіннің әсіресе жаңағыдай күріші бар, мынау нелердің барлығы алқаптар міндетті түрде екінші рет тұздалған. Екінші рет тұздалған. Неге екінші рет тұздалған деген? Айтып тұрған бұрын тұз емес. Иә. Мынау бастамай күріш екпей тұрғанда тұзы жоқ. Иә. Түсініп отырсыз ба? Содан күріш екті ма? Иә. 5 жыл, 10 жылдан кейін, жаңа айттым ғой бағана, жер астында тұзға баты бар. Иә. Көктемде май айынан бастап сумен сіз басасыз, сумен бастырасыз. Иә. Шектердің бәрін, атыздардың бәрін егіп боласыз. Күріш алқаптары. Күріш алқаптары. Мынандай 20-30 сантиметр бетінде су тұрады. 2 ай, 2,5 ай, 3 ай піскенде дейді. Піскенде барып бітеді. Сонда жер асты сулар көтеріледі бетінде. Ешқандай су болғасын астынан физиканың заңы бойынша мына топырақтың капиллярлары арқылы көтеріледі. Көтеріледі де ана беттегі мына суармалы су бар ғой, су алға суарған су. Тұщы су. Тұщы суға келіп араласады анау. Иә. Сосын енді күзде күріш піскесін суды ағызып жібересің. Иә. Анау. Тұз болса көтеріліп жатыр. Тұз ана бетінде қалады. Кебеді ғой анау. Ылғал кепкесін жайла биыл 0,1%, келесі жыл 0,1%, одан кейін 10 жылдан кейін 1% болды. Ал енді біз сізбен бұны неге қозғап тұрмыз аға? Біздің бүкіл Қызылорда, мынау Алматы облысына Үштөбе жағы осы Бақанас күріш егетін керемет суармалы жерлерімізде күріштен басқа түк екпейді деп шаруалар шулап жатыр. Ол жерде не пайдалануға болады? Жоқ, енді айтып тұрмын ғой мынау. Енді оны кетіретін химиялық жол емес. Басқа жол. Қазір өзіміздің бүкіл дүниесі айтып жатыр ғой, неге көшейік? Органикаға. Органикаға көшкенде сендердің органикаға замен нелерің бар дедім ана күні. Ешкім аузын толтырып ештеңе айта алмайды. Бірақ менің айтатыным былай. Жергілікті жердің мүмкіндігін пайдаланып, біріншіден жаңа күріштік жерлердің барлығының тұздылығы, екінші рет тұздылығы көбейіп кетті. Қара жерге төмен. Гумус. Монокультура дейді ғой. Жылда күріш егеді, жылда кейде бар арасында. Соя егіп жатыр елдің барлығы. Соя мысалы осы Алматы облысында тұрмыз, осы облысында. Жаңа мен ана Үшаралға барыппын, Алакөл ауданына. Бітті жер бітті. Бір жерде 15 жыл еккен сояны. Мен айтам ғой, енді мынаны чередовать надо, ана себеброт енді жоңышқа егіңдер ба? Ойбай жоңышқадан бізге пайда жоқ. Ойбай басқа анау свекла ексеңдерші ана қызылша. Ойбай оны туғаны жаққа сақырға айтып апарамыз. Мына топырағын демей жатыр ғой. Бұның тілі жоқ. Бірақ ертең 5 жыл 10 жылдан кейін енді 5 жыл ары кеткен. Цемент сияқты болады қалады. Уже қатып қалды. Еш микроорганизм ішінде болмайды. Сондықтан менің айтайын деп отырғаным, бірінші тұздылықты кетіру үшін, қарашірікті орнына қалпына жаңа көбейту үшін бізде тұзда өсетін жоңышқа өспейді. Өседі, бірақ сирек, әлсіз, ол тиісті деңгейдегі өнімді бермейді. Мына дойник деген бар. Дойник, естуің бар. Түйе жоңышқа дейді. Соны егесін. Оның несінің жаңағы ол тұзбенен мына тұзды жерге еккенде 3%-ке дейін. 3% деген ол үлкен процент тұздылығы. Соның өзінде өседі ол. Ол бір. Ол өсіп қана қоймайды, ол ана пақытный горизонттағы 30-40 сантиметрдегі тұздарды өзінің бойына сіңіріп, былай орып алғаннан кейін сонымен бірге кетіп отырады. Көрдіңіз ба? Ол міне тұздылығын азайтады. Бір. Екінші, мынандай мощный корневая масса дейді. Системасы. Тамыры. Ол қалады. 2 жылда қанша 60 тонна ма, 70 тонна, мен қазір есімде жоқ, цифр біз есептегенбіз, органика қалады. Гектарына. Ол еще былай ғой, ол төмен былай сіңіп кеткен ғой. Жоқ, төмен терең кеткен ол. 1 метрге дейін кетеді, 70-80 сантиметрге дейін. Енді сол баратта органика, ол баратта ыдырап, конечный результаты қара шірікке айналады. Жерді құнарландырады. Бірақ Қызылорда облысы, Алматы облысы,
Түркістан облысы оған бармайтыны. Дойникті егейін десең, мынау гүлдеген кезде бір неприятный иіс болады. Алкалоид дейді. Накопление алкалоид сабағында, гүлінде, тамырында. Мына сиырлар келеді, малдар келеді, иіскейді, жемейді. Көрдіңіз ба? Өзіңде крестьянский хозяйствосын. Егер мына пәлен жерге егіп, оны мал жемесе, ен басқа болмаса, онда сен не қыласың? Міне соны не қылатын жаңағы иісін кетіретін. Ал егер орып алсаң, ананы орып алсаң, сабағы жапырағының бәрі сөгіліп қалады, тек соя салады. Міне, ешқандай ештеңе қалмайды. Сондықтан біздің біріншіден оның жаңағы тұқымының шығымдылығын жаңағы фитобактерия арқылы 95%-ке дейін көбейтеміз. Мойындаймын. Өзіңіз көрдіңіз. Екінші, оған азот удобрениесін бермейсіз, өзі азотты накапливает, биологический азотты. Топырағыңызға биологиялық азоттың, мысалы, обычный ексең, 40-50 килограмм өзі фиксирует ауадан. Ал егер жаңа біздің штаммыны берсең, 250-300 килограмм гектарына азотты фиксирует, топыраққа қалдырады. Мына қараңыз. Фитобактерияның арқасында ма? Жоқ, жаңа дойникті айтып отыр. Дойникті. Клубынки бактериялар бар ғой, сол арқылы. Бұл азот удобрениесін бермейсін. Ол мәселе шешті. Онан кейін фосфобактерин дегеніміз бар. Совет үкіметінен бері қарай, мен саған айтайын, қанша жыл күршегіп келатыр, 30-40 жыл. Жылына 2 центнер, 2,5 центнерден гектарына фосфорын удобрение береді. Двойной фосфор. Үстісіне беріп атыр, оны ешкім енді қараңыз. Жеткілікті ма, жеткілікті емес па? Енді қараңыз. Сол беріп атқанның, мысалы, 2 центнер берсең, 2 центнер деген средний айтар. 2 центнер берсе 200 килограмм, да? Гектарына. Соның 15-20 килограмм ғана өсімдік сіңіреді. Қорытады. Қалғаны? Сіңіреді. Қалғаны, анау, трудно доступимый дейді. Басқа нелерге айналып кетеді да, топырақта мертвый күрі жатады. Мынау тұзымыз солай шығып жатқан. Енді қараңыз. Енді сол пәлен жыл берген нені? Фосфорды. Біз барамызда микробымыз бар. Препарат жасағанбыз. Оған дополнительный ештеңе бермейсің фосфорды. Жаңа азот сияқты бермейсің, өзі табиғат алып кеп береді. Міне жерде де бұрын жатқан пәлен тонна бізге көзге көрінбей жатқан өсімдікке сіңімсіз фосфорды 20-30%-ке дейін анадан извлекает, растениеге әкеп береді. Қараңызшы. Оны жаңағы қалай қалай едіңіз? Фосфобактерин. Фосфобактеринді оны жерге қалай беру керек? Дәнмен араластырып бересің ғой, бәріне бір-ақ бересің ғой. Фитобактерин мен фосфобактерин. Бәріне бір-ақ бересің ғой, бітті. Түсіндім. Ал. Екі жұмыс жасамайсыз, бір-ақ жұмыс жасамайсыз. Бәрін біз қосып береміз. Қазір енді антагонист жағын тексеріп жатырмыз. Бәрі бір-біріне сай ма, сай емес па, или бір-біреуін отрицательді. Бәрін қосып бір-ақ бересің, бітті. Сонда азотуда шығымдылығы, жаңа фитобактеринмен, жаңа семенасын 90-95-ке дейін процентке дейін шығарып алдыңыз. Дұрыс па? Дұрыс. Екінші азот удобрениесін бердіңіз. Фосфор удобрениесі бар. Семена бар. Қарашірік қалды. Қарашірік қалады. Енді ана мал жемейтінен аласыз да, орып аласыз да, ямаға саласыз да, оған казбиосил деген сенаж. Сенажда бір ай, 1,5 айдан кейін анау кумариннің расщепляет барлығы иісі де, дәмі де, ештеңесі де қалмайды, тап-таза болып шығады. Бәрекелді. Осының барлығы біздің жағы Амангелді ағамыз айтып отырғаны институт вирусология. Микробиология вирусология. Сонда жасалып жатқан препараттар. Біздің Қазақстанда бірінші. Толық 100% қазақстандық. Түгел. И барлығы биологический. Енді басқа Қазақстанда бүгінгі күні топырақтың құнарын арттыратын, тұздылықты кетіретін, қарашірікті өсіретін, міне өнімділікті жоғарғылады. Мынау шығымдылығы көбейсе өнімділігі де көбейеді ғой. Ондай и мал азығын дайындау жаңағыдай бүгінгі күнде біздің бәріміздің басқа ондай неден басқа ешқандай технология жоқ. Мінекей. Ол шетелге барып біреу анандай көрсін шектеді, бұның ішкі жағдайымызды ол біле бермейді.
Ол біздің районға бейімделген. Енді сол семенасына кірісесің, семенасын әр Қызылорда облысы болады, Түркістан облысы, Алматы облысына кірісесің, сосын қалғанын өздерің кейін Багарға көшеміз, Багартығын. Иә. Міне, бірінші суармалы жерімізді реттеп аламыз. Әрине. Бұл біздің арнайы жазып отырған видеомыз бүгінгі күнде қуаңшылықта зардап шегіп отырған Қызылорда, топырағы қиын Маңғыстау, топырағы қиын Түркістан, топырағы қиын Алматы облысы, әсіресе күріш алқаптары. Бұл деген жемді шештік, жердің құнарлығын шештік, суды үнемдеуді шешеміз ғой. Әрине, ең басты. Әрине, ол енді ананы көп суармайсың ғой. Бұл енді суға дольный растение ғой. Суға дольный ғой. Кормовой культура ғой. Оған жаңа май айынан бастап августқа дейін суармайсың ғой. Бір-екі рет суар. Өзі ананың ызасында жетіп жатыр. Жетеді. Міне, мән түртіп қалсақ ызасында. Міне жетіп жатыр. Келесі жылы екінші өзі 2 жылдық. Одан кейін егін өнім егілген қалай шығады? Одан кейін өзіңіз қарайсыз. Біздің тексеруіміз бойынша өте тамаша болды. Қандай бір нелер болды? Енді азоты бар, фосфоры бар, қарашерігі бар, тұздылығы төмендеді. Енді не егесіз? Жүгері егесіз ба? Тар егесіз ба? Бидай егесіз ба? Күздік бидай егесіз ба? Беріңіз. 1-2 жыл егіз, қайттан тағы 2-ші рет қайталап жерсеңіз ананы, сонымен тұздылықтан құтыласыз. Жерің тұздылығын осы бір 3-4-5 жылда құтылып кетуге болады? 4-5 жылда құтыласыз. Түрме дейсіз. Міне. Сонан кейін негізін топырақ деген не? Единственный источник производства сельскохозяйственной культуры. Ол сен мына жерге тар егесің ба? Жоқ. Мына жерге жаңа бидай егесің ба? Арпа егесің ба? Айтыңызшы. Жоқ, жүгері егесің ба? Оған қарамайды. Топырақтың құнары болса, қандай өсімдік болғанда да өнеді. Межелі өніміңді аласың. Сосын таза, экологический, кәдімгі, биологический, ешқандай қосылмайды. Қараңыз, жаңағы институт вирусология, микробиология дедік, оның жерге қандай қатынасы бар? Жер, мына қазір инең бар ма, мына ине? Мынандай, мысалы, мына инең болса, ине дейікші мынаны. Мынаны топыраққа бір батыр, сөйтіп мынаны алсақ, шында миллион микроорганизм бар. То есть жер деген ол микроорганизмдер. Микроорганизм тұрады. Енді сіз дәнді сояққа топыраққа бересіз. Ана удобрениені топыраққа бересіз. Бәрін бересіз. Но бірақ ол жерде регулировка жасайтын микроорганизмдер. Микроорганизмдер. Бактериялар, иә? Конечно, процесстер. Жүріп жатыр. Топырақ деген ол тек қана мынандай механический дүние емес. Жоқ, микроорганизм міне тола, міне пайдалы микроорганизм. Оның іші өзі бір әлем. Әлем, микроорганизм, микроорганизмдер жаңа не дейді? Анау күні біреу айтып еді, тылсым өмір, тылсым. Ешқандай адам біле бермейтін микроболттардан басқа. Онда қай микроб жүр, қандай болып жатыр, жағдай қалай болып жатыр. Мысалы, құнары төмен болып, гумус азайса, мынандай микроорганизм, автотрофный микроорганизмдер көбейеді. Анандай болса гетеротрофный микроорганизм көтереді. Оның білетін қалай қарай кетіп бара жатқанын біз біліп отырамыз микроорганизм. Ана біз енді қазақ халқы малшы халық қой, иә? Малменен өмір сүргенде, мысалы, жайлауға бардық та малымызды жайдық, оның көңі жерде қалды. Сол көңді жерге құнарлық қылып сіңдіретін сол микроорганизмдер. Әрине. Қортатын. Ыдырататын. Анаған қайттан өз табиғат өз тепе-теңдік тұр ғой былай. Бір мен қанша нәрсе топырақтан шықса өнім, сонша қайттан орнын анау толтырып отыру. Сонда мына бабаларымыздың жасап жүргеніне қазіргі енді біз оны жасауға лайық болмай жатырмыз. Былай қарасақ, нағыз бүгінгі күнде бүкіл әлем деген о керемет, органик дегені бізден қалып тұр ғой, иә? Енді әрине ата-бабам айтқан дүниеңіздің ішінде сіздің бірде-бір рет ана дәріні қос, тұзды қос деген жоқсыз. Баяғыда айтты ғой совет үкіметі кезінде де жамандай қаламыз. Бірақ деген табиғаттың бермегеніне қарамай, әлел өлім алдық. Вопреки природе деп ұрды ғой. Өзенді теріс ағызамыз. Олай болмай шықты ғой, көрдің ба міне? Оказывается, табиғатпен ойнауға болмайды. Табиғат бәрібір ертелі-кеш сенің араласқанның зияны ертең алдына келеді. Мінекей. Сондықтан біз егер осыны, как крестьянский хозяйствоның бастығы, осы салада үлкен мал шаруашылығы, егін шаруашылығын істеп жатқан сен қолдасаң, ана жақта жүріп, ғылымда отырып, біз осыны қолдасақ, сөйтіп әр облысымыз, біз облысты бөлетін неміз бар. Бір қазақ елі, бір қазақ елі. Осыны іске асырсақ,
жаңа айқайлай бермей, шулай бермей, үйтіп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз, құртып жатыр, үйтіп демей, өзіміз істеп, осының нәтижесін алсақ, бәрімізге пайда болады. Рас. Бір давай соған біз қызмет жасайық.